Баспасөз бостандығына келсек, бізде заң бойынша цензура жоқ. Ақпарат еркіндігін барынша қамтамасыз етіп жатырмыз. Бірақ еркіндік деген ойыңа не келсе соны айту емес қой. Кез келген демократиялық елдерде жалған ақпарат таратқан адам жауапқа тартылады. Мен әрбір журналист ең алдымен мемлекетшіл азамат болу керек деп санаймын. Ана Некрасов кезінде айтты ғой, поэтом может ты не быть, но гражданином быть обязан. Айтылған сөз, атылған оқ деп қазақ айтады. Өкінішке қарай, кейбір журналистер жалған ақпарат таратып, елдің мүддесіне қарсы жұмыс істейді. Қазіргі заманда блогерлер көп болып кетті. Олардың кейбір әрекеті де теріс әсер етеді. Блогерлер деген олар журналистер емес қой, бірақ дегенмен жаза береді. Кейбір блогерлер жақсы жазады, кейбір блогерлер енді теріс дүниелерді зерттемей үстінен бере салады дейсіз ғой. Мәселелерге үстірт қарап жаза береді. Дегенмен азаматтарымыз ақ пен қараны ажырата алады деп ойлаймын. Расында ақпараттық жанжал бүкіл әлемде болып жатқан үрдіс. Сондықтан біз де оған бейімделуіміз керек.